iShow Speed туралы 100 факт кеттік. iShow Speed'тің толық аты Даррен Уоткинс Джуниор. Ол 2005 жылы 21 қаңтарда дүниеге келді, яғни қазіргі жасы 18-де. Оның туған жері ақштың Огайо штаты. Speed'тің бойы 1,72 метр, салмағы 60 килограмм. Speed'тің IQ-і 105. YouTube'тағы каналын 2016 жылы 22 наурызда ашты, ал алғашқы видеосын 2017 жылы 21 желтоқсанда салды. Осы видеода NBA 2018 атты ойынды ойнайды. Оның iShow Speed каналынан бөлек екі арнасы бар. Біреуі Speedy Boykins, екіншісі Live Speedy деп аталады. iShow Speed арнасында жалпы 1 миллиард 678 миллион просмотр жинаған. Алғашында Speed NBA, Fortnite, Valorant секілді ойындар салып жүрді. iShow Speed YouTube'тағы ең алғашқы стримін 2018 жылдың 28 желтоқсанында жасады. 2019 жылдан бастап ол тікелей эфирлерге шығып бастады. Ол кездерде оның стримін өте аз адам қарайтын. Оның танымалдылығы 2021 жылы басталды. Яғни ойындарға стрим кезінде ашуланып, біртүрлі мінез көрсеткендердің подписчиктері TikTokқа салып отырды. Speed'тің тағы да танымалдылығын дамытқан Ben атты ойын. Осыдан кейін Ben ойыны App Store'дағы көп сатылған ойын ретінде танымалдылық жинады. Сол жылдары Kotaku Уоткинсті YouTube'тағы ең жылдам дамып келе жатырған стример деп атады. iShow Speed каналында ең көп просмотр жинаған видеосы Shake деп аталатын музыкалық клип. Қазіргі таңда 185 миллион просмотр мен 4,6 миллион лайк жиналған. Оның 3 күміс, 3 алтын, 1 бриллиантовый кнопкасы бар. Қазіргі таңда оның каналында 20 миллионнан аса подписчик жиналған. iShow Speed каналында жалпы 1300-ден аса видео шыққан. Ең танымал стримі Аргентина мен Франция арасындағы финал. Қазіргі таңда 14 миллион адам қараған. 2021 жылының сәуірінде 100 миллион подписчик, 2021 жылының маусымында 1 миллион подписчик, 2022 жылдың шілдесінде 10 миллион подписчик жинады. iShow Speed деген атауды қазақшаға аударғанда мен жылдамдықты көрсетемін деп аударылады. Ал бұл Speed'тің қолтаңбасы. iShow Speed каналы подписчик жағынан әлем бойынша 230 орында. 2022 жылдың шілдесінде ақштың тәуелсіздігіне арнап Уоткинс Пикачу отшашуын жағып, өз бөлмесін өртеп алуға қалды. Oh, 2022 жылдың қыркүйегінде Уоткинс Sidemen атты қайырымдылық футбол ойынына қатысады. Матч кезінде ол 1 гол салады, алайда төреші офсайд деп голын санамайды. Сол үшін ол футболкасын шешіп, төрешіні ұрып қашып кетеді. 2021 жылдың тамыз айында ең алғашқы әнін шығарады. Speed'тің ең танымал синглі World Cup деп аталады. Қазіргі таңда 110 миллион қаралым жинады. 2022 жылдың желтоқсанында серпінді стример санатындағы стример премиясын жеңді. iShow Speed! Social Blade сайты бойынша оның iShow Speed каналы монетизациядан айына 28 мың мен 447 мың доллар аралығында табады. Осы жазда iShow Speed Токиодағы гастрольдік сапарында ауруханаға түсті. Оның айтуы бойынша оның көзіне біреу пышақ тыққандай ауыртады деді. iShow Speed'тің мерч шығаратын дүкені бар. Speed осы онлайн дүкенінің сайтын өзі жасады. 2022 жылдың сәуірінде Speed'тің бұрынғы видеосы тарап кетеді. Яғни бұл видеода Speed Valorant ойында ол бір қызға ойынында тасты да күйеуінің ыдысын жу дейді. Кейін оны осы ойынның продюсері Сара Дадавшер көріп, Valorant'тағы аккаунтын жауып тастайды. Содан соң Speed кешірім сұрап, сол күні көңіл-күйі болмағанын айтты. Speed'тің Twitch'і банға кетсе де, ол Twitch аккаунтының ссылкасын стрим видеоларының астына қалдырып отырады. Оның жұлдызнамасы суқиғыш. Speed'тің Instagram'ында 12 миллион, TikTok'ында 22 миллион, Twitter'інде 2,3 миллион подписчик бар. Speed банға кетпей тұрып, Twitch каналында 170 мың подписчик болған. iShow Speed'тің діні ислам.
Спидтің Spotify аккаунтында 1.800.000 адам тіркелген, және ең көп тыңдалған трегі World Cup деп аталады. Қазір 62 миллионнан аса адам тыңдады. Спидтің TikTok'ындағы ең алғашқы видеосын 2021 жылдың қыркүйегінде салды. Спид One Piece анимасын жақсы көреді. Спид стрим кезінде әртүрлі челлендждер орындайды. Мысалы, Kylie Lip челленджі. Бұнда ол 15 минут ернін стаканмен ұстап отырады. Банан және үлкен баклажкадағы спрайтты бірге ішіп соңында құсады. One Chip челленджі. Бұл тапсырмасында ащы чипсыйды әлемдегі ең қауіпті ащы соусқа жағып жейді. iShowSpeed сватинг құрбаны болды. Яғни стрим кезінде біреу құқық қорғау органдарына Спидтің заңды бұзғаны туралы хабарлаған. Содан кейін оның үйіне полиция қызметкерлері келіп Спидті тұтқындайды. Бірақ Спид ештеңе білдірмегенін айтып ақталады. Кейін оның досы Адин Ройс шығарып алады. 2022 жылы Спид тікелей эфирде Роналдуға ұқсас адаммен кездесіп, оны шын деп ойлайды. Ең соңында оның өтірік екенін түсініп ашуланады. 2022 жылдың тамызында Спид стрим кезінде Агаядағы цифрлық оқыту мектебіне Америка құрама штаттары және әлемдік экономика тақырыбында тест тапсырады. Және тест кезінде ол көрермендерден жауабын сұрап, 10 балдың ешқайсысын жинай алмай қалды. Португалия мен Босния және Герцеговина арасындағы матч кезінде Спид Роналдоның әпкесі және ағасымен фотоға түсті. Кейін Португалия ойыншысы Ляомен кездесті. Сол мезетте Ляо Роналдо отырған көлікті тоқтатып, Спидті Роналдомен кездестірді. Спид Роналдомен бірге фотоға түсті. Және фотодан бөлек Роналдоның сүйікті әдісін бірге жасады. Айтпақшы, Спидтің Роналду атты трегі бар. Қазіргі таңда 33 миллион просмотр жинаған. Роналдумен түскен суреті Инстаграмда 14 миллионнан аса лайк жиналған. Оның ең танымал шортс видеосы «Мен Роналдумен кездестім» деп аталады. Қазіргі таңда 118 миллион просмотр жинаған. Маусым айында Роналдумен кездескеннен кейін атақты футболист Неймармен кездесті. Онымен қоса ол Неймармен TikTok түсірді. iShowSpeed MrBeast'ің видеосына қатысты, және сол видеода өзінің ақмақтығының кесірінен бірден ұтылды. 2022 жылдың соңына қарай Спид Роналдоның ойынын шын өмірде көру үшін бірнеше стадиондарда болды. Марокко Португалияны 1-0 жеңгенде Спид өз-өзін ұстай алмай жылап жіберді. Спидтің қазіргі байлығы $5 миллион бағаланады. Ал бұл Спидтің рабочий экраны. Өте қатты ыңғайлы екен. Спид Roblox ойыннан байқамай $150 миллион бас киім сатып алып жылады. 2023 жылдың 27 тамызында Streamy Awards сайысында Спид жылдың Variety стример жүлдесін жеңіп алды. Спид сол кезде үстіне $200 реал формасын киді. Спид әрқашан миллион подписчик сайын стрим жасап тұрады. Және әрқашан стрим соның қызықты аяқтайды. 2023 жылы Роналдо iShowSpeedке өзінің жеке брендтік киімін сыйлыққа берген болады. Манчестер Сити және Манчестер Юнайтед кезіндегі матчта iShowSpeedке белгісіз ер адам тиіседі. Бірақ оның күзетшісі қорғап қалды. Спидтің айтуы бойынша ол кісіні танымайтынын және сөйлеспегенін айтты. Ал бұл Спидтің кішкентай кезі. Егер Спид ютубпен айналыспағанда баскетболист болар ма еді? Спид шашын тақырбас қылып алған стрим кезінде мойындады. Бірақ пак ашып жатып Роналду түсіріп алғанда қуанғаннан шашы қайта пайда болды. Бұл Спидтің әрқашан билейтін биі. Осы жылы Интер Майамиге қарсы Круз Азуль матчына Спид барған болатын. Матч барысында Месси айып соққысын орындайын деп жатырғанда iShowSpeed егер осы голды салса мен Мессидің фанаты боламын дейді. Және Месси сол жерде гол салып Спид үстіндегі Роналду формасын шешіп Мессидікін киіп алды. Спид иттерді қатты жақсы көреді. Оның үйінде жұмсақ ойыншықтар өте көп. iShowSpeed'тің інісі және қарындасы бар. Даррен өзінің әкесімен өте жақсы араласып тұрады. Негізінде оның анасы мен әкесінің ажырасқандарына көп болған еді.
Спидтің әкесінің YouTube каналы бар. Қазіргі таңда 124 мың подписчик жиналған. Спид Түркия мен Сириядағы жер сілкінісі кезінде оларға көп суммадағы донат жіберді. Спид қолына Роналдоның суреті бар татуировка жасады. Спидтің анасы бар, оны кейбір видеолардан дауысын естуге болады. iShow Speed стрим кезінде мектебін аяқтады және әдемі сальтосын жасады. Спидтің TikTokта танымал 2 мем видеосы бар. Біреуі Skip. But when does this game get fucking good? және The way you move, the way you feel, One kiss is all it takes. falling in love with me. бір күні Спид інісіне Месси ма Роналду ма деп сұрақ қойды. Hey yo, Messi better, bro! Fuck you! Bro, no! Yeah! Yeah! Hey, chill. iShow Speed музыкалық фестивальда ән айтып тұрғанда фанаттардың арасына секірмек болды. Бірақ оны ешкім ұстамай Speed жерге құлады. iShow Speed және Кай Сенат екеуі Dogs атты трек шығарды. Speed YouTube'дағы стримін батыс уақытымен түнгі 12:00 шамасында жасайды. Міне, видеода аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліп кет. Сендермен болған Топ Таймс арнасы келесі кездескенше.